Дуз не үшін айемде жүдә әхметлі болған деп ойлайсыз? Бұған себеп ол тұрмыстың көплеген тарауларында тикарығы рөл ойнаған. Алдын адамлар азғауқатты сақлау үшін дуздан пайдаланған. Әйне дуз, көш, балық һәм палыз егінлері сияқлы өнімлерді ұзақ мүддет бұзылмай сақлап тұруына мүмкіншілік берген. Бұндан сқары ол инсан организмі үшін да әхметлі еді. Ол қан басымын тәртіпке салуда, су һәм минераллар тең салмақлылығын ұслап тұруда зәрурлі есапланған. Дуз тек қана денсаулық үшін, бәлкі экономикалық тәрептен де жүді әхметлі болған. Бұның себебі неде дейтін болсаңыз, алдын дуз алтын сияқлы жүді қымбат есапланған. Соның үшін да қаншадан қанша қалалар, империялар әйне дуздың есабынан рауажланған. Мысалы, Мали империясы әйне дуз саудасы есабынан үлкен байлық һәм құдіретке еріскен. Сондай-ақ айрым жағдайларда Рим империясында әскерлердің іс хақысы да дуз формасында берілетін болған. Соның үшін англичан тіліндегі celery сөзі де salt, яғни дуз сөзінен келіп шыққан.